Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Диана Ахмет, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде зефир үшін керек ингредиенттерді дайындаңыздар. Ол үшін кез келген пюре, ягода немесе фруктының пюресі, блендермен өздеріңіз езіп дайындап аласыздар. Альбумин, қант, және сироп үшін қант, агар-агар және су керек болады. Енді пюремізге альбуминді қосып, баяу араластырып қоямыз. Сироп үшін суды, шекерді қосып отқа қоямыз. Шекерден бір мөлшерін алып қалу керек біз. Аз ғана мөлшерін алып қалыңыздар, 50-60 граммдай. Осы мөлшерге біз агар-агарды қосып бірге араластырамыз. Өйткені агар-агарды жеке басына сиропқа қосуға болмайды. Агар-агар мен шекер алып қалған шекерімізді араластырып, ысыған сиропымызға жамбыр сияқты себелеп қосып тұрып, сиропымызды араластырып тұрамыз. Бірден венчикпен араластырыңыздар. Осы аралықта араласып тұрған пюремізді миксердің жылдамдығын ұлғайтамыз. Шекерімізді миксердегі пюреге шекерімізді аз-аздан қоса бастаймыз. Бүкіл шекерді қосып біткеннен кейін біз пюреміздің взбивать етіліп тұрған миксерді жылдамдығын біз ұлғайтамыз. Ал сиробымыз біздің 108 дәрежеге дейін ысу керек. Осы аралықта пюреңіз 2 есе ұлғайғанша, ағарғанша, формасын жақсы ұстайтын дәрежеге жеткенше миксермен взбивать етіліп біту керек. Миксерімізді тоқтатпаймыз. Дайын болған сиробымызды миксерге аз-аздан сыздықтатып қосып тұрамыз. Миксерді тоқтатпаймыз, тек миксердің ыдысы суығанша взбивать етеміз. Суығаннан кейін барып миксердің ыдысы біз миксерді тоқтатып мешокқа саламыз. Насадкасын қолданасыздар. Қалаған насадка қолдансаңыздар болады. Мен закрытый звезда қолдандым. Және осылайша сіздер зефирді отсаживать етесіздер қалауларыңыз бойынша. Және бұл зефир жақсылап кебеді. Кепкеннен кейін барып зефирлерді сахарный пудрада бір аунатып алсаңыздар болады. Қолға жабыспайтын болады. Ас болсын.